Кадірменді оқырмандар, қайырлы күн, оқушылар. 16 желтоқсан ата-бабамыздың арманы орындалып, жасампаздығымызды жаңа белеске көтерген тәуелсіздік күні. Еліміздің ұлық мерекесіне орай ауылдық кітапханада өткелі тұрған «Жасай бер тәуелсіз Қазақстан» атты танымдық кешіне қош келдіңіздер. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыз болашаққа нық сеніммен қадам басып келеді. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты, азаматтықты бағалап, тағдыры ортақ тұтас халқымыздың татулығын сақтау. Астан кестен өзгерген дүние салты, қан төгілді, жан мен тән жараланды, қанша боздақ жаламен жазаланды. Азаттығы жолында ұлтымыздың құрбан болып қаншасы қараланды. Бодандықтан қорғауға ел намысын, желтоқсанға қатысты батыр ұрпақ. Ақиқатын бір ашар тарлан тарих, жүрсе қазақ тәуелсіз әнін шырқап. Тәуелсіздік ұлық той, аралаймын аланды тәуелсіздік күнімен. Батыр Қайрат ағамның суретіне үнілем. 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күн. Мерекеге ел тосқан, шырқатып ән салған күн. Тәуелсіздік астана салынғаным, тәуелсіздік бәйтерек бабындағы, тәуелсіздік хан шатыр пирамида, тәуелсіздік арманның жалын дәнім. Тәуелсіздік баршаның тілеуеді, тәуелсіздік өткен күннің тарихын ел біледім. Тәуелсіздік иманның оянғаны, тәуелсіздік тілімнің тірегені. Майыз бар сол жерге, қақланы жүрмен таратқан тәуелсіздігіне мың тәубе. Бодандықтағы өлуде, бостандықтағы өтуде, тәуелсіздігіне мың тәубе. Алардың жанарына жас бердің, уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Қыршын басып жүр алмаса алтталар, азаттығым қадірінде жоғанда. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылды мен сенді. Желтоқсанда жалынатып жастарым құрсау болған, темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындарын қалды ма? 86 ерлігім бе? Мезгілде республика орасан зор игілікке қол жеткізді, қуатты мемлекетке айналды. Осы жылдары Қазақстан әлемдегі бәсекелестікке қабілетті 50 мемлекеттің қатарына қосылып, енді озық 30 мемлекеттің көшіне кіруге бет алды. Ал 30-дықтың қатарына ену үшін әлемдік өркениетке қосатын елдің де өзіндік үлесі болуы тиіс.